Баршаңызға сәлем, құрметті оқушылар. 8-ші сыныптың химиясы 47-ші параграф негіздер тақырыбы бойынша үй тапсырмасының шығару жолын көрсететін боламын. Біздің бірінші сұрағымыз негіздердің физикалық қасиеттері қандай? Жауабы суда ерігіштігі мен түсі әртүрлі қатты заттар. Яғни негіздердің түстері әртүрлі болады екен, иә? Сонымен қатар суда ерігіштігі де әртүрлі болатын қатты кристалл тәрізді заттар екен. Екінші сұрағымыз негіздердің жалпы формуласын жазыңдар. Негіздердің жалпы формуласы ол металл OH болады. Яғни негіз болу үшін оның құрамында OH деген гидроксил тобы болуы керек. Енді қараңыздар, гидроксил тобының валенттілігі 1-ге тең. Ал металдың валенттілігі 1, 2, 3 болады. Егер 1 болса, онда жалпы формула MeOH болып қалады. Ал егер металл 2 валентті болса, металл OH 2 болады екен. Ал металлымыз біздің 3 валентті болатын болса, сәйкесінше металл O3 деген жалпы формуласы болады екен. Яғни бұл жерде металдың валенттілігіне байланысты. Үшінші сұрағымыз қандай негіздер сілтілер деп аталады? Суда еритін негіздер бізде сілтілер деп аталады. Сілтілермен жұмыс істеу кезінде қандай қауіпсіздік техника ережелерін сақтау керек? Міндетті түрде перчатка кию керек, ақ халат болу керек және көзілдірік кию керекпіз. Сондай-ақ денеге сілті тиіп кететін болса, мұздай сумен тезірек шайып, қышқылмен 2%-тік бейтараптау керек. Ерітінді негіздерді қандай сапалық реакциямен анықтауға болады дейді, жаңағы гидроксил тобына байланысты. Сілті ерітінділерін қандай индикаторлармен анықтайды? Жалпы бізде осы 3 индикатор бар ғой, солардың көмегімен анықтайды. Лакмус, метил оранж және де фенолфталин деген 3 түрлі индикатордың түсімен анықтайды. Қазір сіздерге кесте қойып кетемін. Әр индикаторда қандай түске боялатындығын сол жерден көрсеңіздер болады. Сол түстер арқылы біздің затымыздың сілті екендігіне көз жеткізуімізге болады. Жазып алыңыздар индикаторлардың түстері: лакмус, метил оранж және фенолфталин. Келесі сұрағымыз сілтілік ортада фенолфталиннің түсі қалай өзгереді? Сілтілік ортада фенолфталин индикаторының түсі таңқурай түстес болады. Гидроксид формулалары және олардың тұз қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде түзілген өнімдер арасындағы сәйкестікті табыңдар. Аммоний гидроксиді Ә жағдайында, темір 3 гидроксиді Б жағдайында, натрий гидроксиді Г жағдайында, литий гидроксиді А жағдайында түзіледі. Мына жерде шатастырып алмаңыздар, темір 3 гидроксид деп тұр, ол Б жағдайында алынады. Сондай-ақ Г жағдайын қарайтын болсаңыздар, ол жерде темір 2 гидроксид алынады ол жерде. 9-шы сұрақ қандай негіздерді қыздырғанда айырылады? Химиялық теңдеулер түрінде мысал келтіріңдер. Бізде бағана суда еритін негіздерді сілтілер деп атадық, ал енді суда ерімейтін негіздер, олар жалпы негіздер деп аталады. Сонда суда ерімейтін негіздер, олар қыздырғанда айырылады екен. Мысалы, феррум OH2 қыздырған кезде феррум оксидіне және суға айырылады. Олардың суда еритінін, ерімейтін сіздер ерігіштік кестесінен көре аласыздар. 10-шы сұрағымыз берілген өзгерістерді жүзеге асыратын реакция теңдеулерін жазыңдар дейді. Бізде 4 реакция берілген, қазір әрқайсысын жазып көрсететін боламын. А жағдайында калий 2Одан калий OH алу керек, одан калий карбонатын алу керек, одан калий сульфатын алу керек. Ең бірінші калий оксидіне суды қосып, калий гидроксидін аламыз. Калий гидроксидіне жаңағы көмір қышқыл газын қосып, калий карбонатын алып аламыз. Калий карбонатына күкірт қышқылын қосу арқылы калий сульфатына қол жеткізеді екенбіз. Және қосымша су, көмір қышқыл газдары алынады. Ә жағдайын қарайтын болсақ, феррум OH2-ні ыдыратып, феррум 10 алу керекпіз, феррум хлоридін алу керекпіз, феррум гидроксидін алу керекпіз. Яғни феррум OH2 ыдыратсақ феррум оксид алынады, оған ашық орт қоссақ феррум хлорид алынады. Феррум хлоридіге калий гидроксидін қосатын болсақ, феррум OH2 алынады.
Б жағдайы. Б. Литийге оттекті қосу арқылы литий оксидін аламыз. Литий оксидіне су қосу арқылы литий гидроксидін аламыз. Оған фосфор қышқылын қосу арқылы литий фосфатын алады екенбіз. Жазған кезде коэффициенттерді теңестіруді ұмытып кетпеңіздер, коэффициенттерді қойып. Бұл өте үлкен маңызды рөл атқарады. Соңғы реакция бериллийге оттекті қосып бериллий оксидін аламыз. Оған азот қышқылын қосу арқылы бериллий нитратын аламыз. Бериллий нитратына натрий гидроксидін қосу арқылы бериллий гидроксидін аламыз. Бериллий гидроксидін ыдыратып бериллий оксидін алып, оған күкірт қышқылын қосатын болсақ, бериллий сульфатына қол жеткізеді екенбіз. Енді есептік тапсырмалар. Бірінші есебіміз массасы 15,6 грамм алюминий гидроксиді айырылғанда алюминий оксидінің қандай массасы түзіледі? Берілген жазып қоямыз. Алюминий оксидінің массасы 15,6 грамм. Табу керекпіз қанша алюминий оксиді түзілетінін. Реакция теңдеуін жаздық. Алюминий оксидінің үстінде 15,6 грамм, асты 156 болады молекулалық массасы. X деп алюминий оксидін табамыз. X деп табатын болсақ, 15,6-на көбейтеміз 102-ге, бөлеміз 156-ға, нәтижесінде 10,2 грамм шығады. Жауабымен сәйкес келіп отыр. Екінші есебіміз массасы 2,8 грамм кальций оксиді сумен әрекеттескенде түзілетін кальций гидроксидінің массасын табыңдар дейді. Массасы кальций оксидінің 2,8 грамм кальций гидроксидінің алынған массасын табу керекпіз. Реакцияны жазамыз. Кальций оксидіне суды қосып, кальций гидроксидін алдық. Кальций оксидінің үстінде 2,8 грамм, асты 56. X деп кальций гидроксидін тауып аламыз. 74 деген сол молекулалық массасы. 2,8-ді көбейтеміз 74-ге, бөлеміз 56-ға, 3,7 граммды құрайды. Келесі үшінші есебіміз. Сабынның қоректік қасиетін арттыру үшін оны 36 сағат бойы натрий гидроксидінің ерітіндісіне өңдейді. Массасы 400 грамм ерітінді құрамында 8 грамм натрий гидроксиді болса, алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің масса үлесі қанша дейді. Енді қараңыздар, ерітіндінің массасы бұл жерде 400 грамм. Соның ішінде 8 граммы ол натрий уашқа тиесілі екен. Енді бізден сұрап тұр, осы ерітіндідегі натрий уаштың массалық үлесін анықтаңдар дейді. Массалық үлесті анықтайтын формула, масса еріген затты масса ерітіндіге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Бұл жерде еріген затымыз 8 грамм болып тұр, ерітіндіміз 400 грамм. Сондықтан да 8-ді 400-ге бөліп 100-ге көбейтетін болсақ, 2% құрады. Яғни 400 грамм ерітіндінің тек қана 2% ғана натрий OH екен, натрий гидроксид екен. Ал қалған 98% сонда су болып тұр, Соңғы есеп массалық үлесі 7,3% болатын тұз қышқылының 200 грамм ерітіндісін бейтараптауға 200 грамм натрий гидроксидінің ерітіндісі жұмсалды. Осы ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесін пайызбен есептеңдер. Енді қараңыздар, H-хлордың массалық үлесі ол 7,3%. Ал енді H-хлор ерітіндісінің массасы 200 грамм. Натрий OH ерітіндісінің массасы 200 грамм. Енді бізге табу керек натрий OH-тың массалық үлесін. Реакциямызды жазайық. H-хлорға натрий OH-ты қосып, натрий хлоридін алдық, Енді H-хлордың үстіне массасын жазу керекпіз ғой. Бізде қараңыздар, ерітіндінің массасы тұрды, 200 грамм деп. Сол 200 граммның ішінен таза H-хлордың массасын тауып аламыз. Ол ішінде 7,3-ті көбейтеміз 200-ге, бөлеміз 100%-ға. Сонда 14,6 грамм шықты. Яғни бұл 14,6 грамм дегеніміз 200 грамм ерітіндінің ішіндегі, H-хлор ерітіндінің ішіндегі H-хлордың ғана массасы екен. 14,6 грамм жаздық. Асты 36,5 болады. Енді осы жерден X деп таза натрий OH-тың массасын тауып аламыз. X-ті табатын болсақ, 14,6-ны көбейтеміз 40-қа, бөлеміз 36,5-ге, 16 грамм шықты. Яғни натрий OH-тың массасы 16 грамм екен. Ары қарай массалық үлес табу формулаға келеміз. 16-ны 200-ге бөліп 100%-ға көбейтетін болсақ, 8% құрайды екен. Яғни жаңағы натрий OH ерітіндісі 200 грамм деп отырды ғой, соның 16 граммы ғана натрий OH-тың массасы. Ал енді пайызбен есептейтін болсақ, 8% құрады. Міне осымен үй тапсырмасы аяқталды. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар.